Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін біз сіздермен бірге қатпарлары өте әдемі болып шығатын, дастарханның көркін ашатын және балаларымыз, жақындарымыз өте қатты сүйіп жейтін, барлығымыз білетін қатпарлы қаттама нандар дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін өткізбей қараңыздар. Егер де каналымда жаңадан болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліп, осы қоңырау батырмасын басып қойыңыз. Сол кезде менің жаңа видеоларым сіздерге ашылып отыратын болады. Ендеше рецептімізді бастаймыз. Барлық қажетті заттарды төменде жазып қалдырдым. Жылы 300 граммдай суымызға 1 шай қасық тұз салып, қатты қамыр болғанға дейін ұн салатын боламыз. Бұл көрсетілген мөлшерден барлығы болып 5 тал қатпарлы қаттама нан шығатын болады. Каналымда жаңадан болсаңыз, міндетті түрде менің Instagram және TikTok парақшама тіркеліп алыңыз. Қамырымызды әзірлеп алдық. Ендеше қолымызға жабыспайтын қатты қамыр болғаннан соң, дәл осылай мен 5 бөлшекке бөліп алдым. Кішік көлемде жасайтын боламыз. Қамырларымызды бөлшектеп алғаннан соң 10 минуттай тындырып аламыз. Содан соң барып, қамырымызды иін қандырып, бір келкі илеп алатын боламыз. Сол кезде біздің қамырымыз жайылған кезде өте әдемі болып жайылатын болады. Бетін жауып, тағы да 10 минуттай тындырып аламыз. Қамырларды тындырып демалдырып алатын болсаңыздар, жайған кезде өте оңай әрі тез жайылатын болады. Тынған қамырларымызды жұқа етіп, ұнның көмегімен жайып алатын боламыз. Қамырымызға жиі ұн себетін болсаңыздар, біздің қамырымыз жылдам жайылатын болады. 82% сары майымызды ерітіп, дәл осылай жайып алған қамырымыздың үстіне бір келкі жағып шығатын боламыз. Қатпарлы нанымыздың ішіне мен көк пияз қолдандым. Қалауларыңызға қарай, қалаған түрдегі көкөністерді қосып жасауларыңызға болады. Алдағы уақытта ет және де басқа да салмамен әзірлеуге болатын қатпарлы қаттама нанның рецептімен тағы да бөлісетін боламын. Осылай сары май жағып алған қамырымыздың үстінен пиязымызды дәл барлық жеріне бір келкі жайып шығатын боламыз. Содан соң бұл қамырымызды дәл осылай қалдырып, екінші қамырымызды да жұқа етіп жайып, үстінен қойып шығатын боламыз. Қамырымыздың бір-біріне сәйкес келмей қалған жерлерін дәл осылай қолымызбен созып, басу арқылы бір-біріне сәйкестендіріп аламыз. Бұл қамырымыздың да үстінен жаңағы сары майымызды, 82% сары майымызды ерітіп, дәл осылай үстінен қойып, бұны да тегістеп бір келкі жайып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңызда екі қамырдың арасына көк пияз салып, сары май жағып, қамырларымызды дәл осы көріністе екі саусақтың үлкендігінде кесіп шығатын боламыз. Қалауларыңызға қарай қамырдың үстінен тағы да бір қамырымызды жайып, арасына пияздың салып, орауларыңызға болады. Бірақ та мен бірінші болып екі қамырды жайып, дәл осылай орап шықтым. Ал видеоның соңында мен 3 қатар етіп, тағы да орайтын боламын. Видеоны соңына дейін өткізбей қараңыздар. Қатпарлы нанымыздың қатпарлары әдемі болып шығу үшін дәл осылай жіңішке етіп кесіп алу қажет. Ендеше нығыздап орап шығатын боламыз.
Ендеше тағы да қалған қамырларымызды жайып, жаңағыдай жұқа етіп жайылған қамырдың үстінен қайталаған әдістеріміздің барлығын тағы да әзірлеп шығатын боламыз. Бірінші сары майымызды жағып шығамыз, содан соң ұсақтап турап алған көк пиязымызды салатын боламыз. Және де үстінен екінші қамырымызды жайып, үстінен сары май жағатын боламыз. Бұл жолы қамырымызды 3 қатар етіп жаятын боламыз. Тағы да көк пиязын салып, үстінен үшінші қамырымызды жайып, дәл осылай орналастырып шығамыз. Алда көрсетіп өткенімде қамырдың сәйкес келмей қалған жерлерін қолымыздың көмегімен тартып, үстінен басу арқылы сәйкестендіріп аламыз. Үшінші қамырымыздың үстінен де дәл солай ерітіп алынған сары майымызды жағып, қамырымызды 2 саусақтың үлкендігінде тағы да кесіп шығатын боламыз. Орап алған қамырларымызды аздап тындырып алып, 10-15 минуттай тындырып алып, содан соң барып, жұқа етіп жайып аламыз. Өздеріңіздің табаларыңыздың көлеміне қарай жайсаңыздар болады. Қамырымыздың қатпарлары әдемі көріну үшін, яғни ашылу үшін, ортасынан шетіне қарай жайып отыратын боламыз. Ендеше қыздырып алынған табамызға аздап 1-2 ас қасықтай сұйық май құямыз. Содан соң барып, қысып тұрған майымыздың үстінен әзірлеп алған қаттама нандарымызды салып, орташа жоғары отта пісіріп алатын боламыз. Қолымыздың көмегімен дәл осылай басып, айналдыру арқылы біркелкі қызартып аламыз. Майлы тағамды сүйетін кісілер болса, тағы да майын көбірек салып жасауға болады. Сонымен біздің қаттама нандарымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты. Ендеше сіздерге рецепт ұнаған болса, міндетті түрде лайктарыңызды аямай, төменде өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.